Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін осындай қып-қызыл борщ жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ол үшін ең алдымен етімізді салқын суға салып 2 сағат қайнатып аламыз. Етіміз майлы болуы тиіс, сонда сорпамыз дәмді болады. Етіміз піскен соң көкөністерді турай бастаймыз. Ең алдымен 40 қабатты осылай ұзын жағып, жіңішке қылып тураймыз. Қайнап тұрған сорпамызға 40 қабатымызды салып, толық піскенше пісіріп аламыз. Қырық қабатымыз пісіп дайын болғанша көкөністерімізді аршып аламыз. Бізге керек көкөністер сәбіз, редька, перец, помидор, огурцы, укроп және де чеснок қажет. Және де қызылша мен картошка аршимыз. Барлық көкөністерді аршып, жақсылап жуып аламыз. Ең алдымен картопты ұсақтап кубик қылып тураймыз. Огурцымызды ұзыншалау етіп тураймыз. Помидорымызды тураймыз. Чесногымызды ұсақтап тураймыз. Полугорки бұрышымызды көп турамаймыз, себебі ашты болып кетеді. Болгар бұрышын тураймыз. Турап дайындап алған көкөністерімізді пісіп тұрған капустамыздың үстіне салып, оларды толық піскенше пісіреміз. Енді қалған көкөністерді өткіштен өткіземіз. Сәбізді, редьканы өткіземіз. Свекланы өткіземіз, қызылшамызды. Және де аскөгімізді ұсақтап етіп тураймыз. Сорпамыздың картошкасы піскен жағдайда редькамыз бен морковымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір бұрқылдап қайнаған соң свекламызды саламыз. Свекламызды көп қайнатпаймыз, бір бұрқ етіп қайнаса жеткілікті. Ұсақтап туралған етімізді саламыз. Және де астын сөндіріп, үстіне кез келген аскөгіңізді сепсеңіздер болады. Осымен біздің борщымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.